Сәлем достар, бүгін біз дәмді тіске басар жасаймыз. Бұны және жеке тағам ретінде де гарнир қосып ұсынуға болады. Бізге қажет заттар: тауықтың филе еті, 1 пияз, қайнатылған картоп, 1-2 бас сарымсақ және 20 грамм нан ұнтағы. Тауық етін, пиязды және сарымсақты ет тартқыштан өткізіп аламыз. Картопты езіп пюре жасаймыз. Осы тауық етін, картопты, нан ұнтағын қосып араластырамыз. Тұзын, бұрышын, паприка қосамыз. Алдын ала пергамент қағазын дайындап аламыз. Дайын болған фаршымызды кондитер пакетіне салып, видеодағыдай домалақтар жасаймыз. Бұл домалақтарды жасау бір ептілікті қажет етеді. Егер қисықтау болып жатса, уайымдамаңыздар. Домалақтар тегіс болып шығу үшін картопты жақсылап езу керек, түйіршіктер болмау керек. Осылай барлығын жасап болғаннан кейін мұздатқышқа 1-2 сағатқа қойып қатырамыз. Енді соусын дайындаймыз. Сұйық май 1 шай қасық, сарымсақ 1 шай қасық, қант 1 шай қасық, сүт 50 грамм, майонез 40 грамм және кез келген ірімшік түрлерін араластыруға болады, 30-40 грамм. Осының бәрін араластырып, газға жай отқа қойып ерітеміз. Соңынан осы соусқа мен тағы да 15-20 граммдай сары май қостым. Енді домалақтарымызды мұздатқыштан шығарамыз. Оларды осы майға қуыратын кезде ғана шығару керек, әйтпесе жұмсарып кетеді. Бұл жерде менде жүгері ұнтағы, жұмыртқа және нан ұнтағы. Үшеуіне аунатып, майға салып қуырамыз 2 жағынан. Қуырып болғаннан кейін қағаз салфеткаға саламыз.
өнімі болайын деп қалдым. Майды бір рет ауыстырдым, өйткені май қарайып кетті. Осы соңғы кесалтауын жасап жатырмын. Осы жерде байқаған болсаңыздар, бір домалақ жұмсарып үзіліп кетті. Оны қайтадан морозильникке қатыру керек. Тауық етінен жасалған бұл түске басар, балаларға да және өзімізге де ұнады. Дәмді ма? Иә, дәмді. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.